Сәлеметсіздер. Мынау біздің тарих, оның ішінде күні кешегі ардақты бәрімізге Алашорданың тарихына байланысты бір шағын ғана ойымды айтайын дегенім. Осы уақытқа дейін әрине осы тәуелсіздік жылдары тәуір жұмыстар істелді. Оның ішінде Қойгелді Мәмбетов бар, анау Жұртбай бар, тағы басқа біраз мамандар. Содан кейін анау Ақжол партиясы мамандары жұмыстанды. Бірақ мына мәселе әлі шешімін тапқан жоқ. Ол бірінші, осы өткен ғасырдың 20-шы жылдарындағы бірінші аштық шағын, одан кейін 29-30 жылдардағы аштық, сосын ең үлкен 31-32 жылғы аштық. Осылардың барлығында біздің қазақтың 4 миллионнан астам адамы қайтыс болды. Жасанды аштықтан. Енді одан кейін репрессия белгілі. 60 мың адамды репрессияға ұшыратып, барлық зиялыларды. Оның 25 мыңы атылды. Осының себебі неде? Осыны әлі біздің тарихшылар ашқан жоқ. Оның менің ойымша бұл Жанұзақ әкім. Бірінші себеп 20-шы жылдың басында Ахмет Байтұрсынов бар, Ермеков бар, 3 адам барады. Алашордалықтардың атынан ғой негізінен. Барып, Лениннен оның қабылдауында болып, мәдени автономия сұрайды. Сол кезде Ленин айтады, неге мәдени автономия? Толық автономия алыңдар. Картасын сызып әкеліңдер деп қайтарып жібереді. Содан бұлар өздерінше карталарын жасайды. Қазақстанның сонымен келеді. Келсе, Ленинде жұмыстанған екен, ол большевиктердің ұсынысы бірінші, екінші казактардың ұсынысын көрсетеді. Казактардың ұсынысы бойынша ең құнарлы жерлер мына Жетісудағы өзеннің бойлары, Орал өзені, Есіл барлығының бойларын қазақтарға қалдыру керек дейді. Жайық бар, анау бәрі. Оны Ленин бәрін түгел қайтарып тастайды. Содан кейін Сібірдің 2-3 губернаторы қарсы болады автономия беруге. Оларды шақыртып, ол кезде қарашайшы, еңбек. Пойыз жоқ, самолет жоқ, түрксиб салынған жоқ әлі. Атшанамен келеді ғой, қысты күні. Сосын күн жарым жиналыс жасайды. Сонда осы Қазақстан туралы. Сосын губернаторларды сендер шовинистсіңдер деп, олардың ұсыныстарын қабылдамай тастайды. Олар жалпы автономия беруге қарсы. Ресейдің құрамында болсын. Содан міне қазіргі Қазақстанның территориясы, оған қоса Орынбор облысы, Қарақалпақты қосып береді. Өзбекстанның жартысы Ташкентті қосып береді, Қазақстанның автономиясы, және Қырғызстанды. Енді осылай бір жақсы істер басталып жатқан мезгілде, азамат соғысы басталып кетеді. Әлихан Бөкейханов бастаған алашордалықтар ақтарды қолдап кетеді, большевиктерге қарсы. Содан ол енді соғыстың кезінде мына бізге белгілі Дутов Оралда, анау Ақжайық романынан да білеміз тарихи. Басқалайда Чапаев келіп, Дутовтың армиясын қиратады Оралда, анау Скоркиннің түбіндегі шайқаста. Содан олар қашып Қытайға асып кетеді. Сосын Колчак. Колчак ол біздің жиеніміз, шешесі, оның анасы
осы Ақмола облысының түбінде туған қазақ қызы. Соларға сол кездегі Әлиханның хаттары бар, анау Досов деген біреу, тағы біреулер жазады, соларды атып кет дейді. Енді өзінің жаулары болар, қайдан білейін. Содан ақтар жеңіліп кетеді, бірақ кеткенде жолында қазақтарды атып, оңды солды қырып кетеді. Содан кейін қазақтардың Алашордаға ермеуінің себебі де содан болар. Себебі оның алдында 16-17 жылдары Амангелдіге 52 мың сарбаз еді. Анау Жетісудағы Бекболат Батырға 20 мыңнан астам адам еді. Ал Алашордашылар үкімет құрып жатыр, жерін белгілеп, бәрін істеп жатыр. Бір әскер жоқ, бір 100 әскер жоқ. Ермейді қазақтар. Оның негізгі себебі сол болу керек. Алдыңғы бұлардың ақтарды қолдауы. Содан кейін көп кешікпей Орынборды большевиктер тартып алып, Астананы Қызылордаға аударады. Содан Ташкентті де қайтадан құрылатын Өзбекстан республикасына беріп, Ташкент болғанда Өзбекстанның жартысы ғой, түгел кетеді. Одан кейін біраз уақытта Қарақалпақ та кетеді, Қырғыз да кетеді. Себебі тарих ол мына ұлт үшін, мемлекет үшін ғылымдардың анасы тарих. Оны біз білмесек, шындықты айтпасақ, ақиқатты жазбасақ, бізден кейінгі келе жатқан жастарды алдап отырамыз ба сонда? Ол да қылмыс емес пе? Сондықтан шындық нәрсе айтылу керек. Енді бәрімізге әрине аяулы қазақтың зиялылары ел үшін осы жандарын қиып кетті де, алашордалықтар. Бірақ оның себебі мүмкін одан да терең нәрселер болар. Толық зерттелу керек. Міне, осыдан шығатта келіп, мына біздің қырғыздарда тап сондай болған жоқ. Өзбектерде де болған жоқ. Оларда енді басмачтар болды, не болды? Түркмендерде де, бірақ тап біздегідей болған жоқ. Ондаған жүздеген есе аз зардабы келді оларға. Біз айналып келгенде міне 3-тен 1-ге жақын территориядан айырылып отырмыз. Лениннің алып берген. Содан кейін міне осындай трагедияға ұшырадық. Қазақ тарихында болмаған трагедия. Оның себептері жаңа екі мәселе. Ол енді Әлихан Бөкейханов, ол сол массонда болған көп уағыздайды, яғни соның себебі болар. Негізі ол да қазақты тірі жүрсем қазаққа қызмет етем деп осы жұлқынып өткен адам ғой өмірде. Бірақ сол жерде қателік болды. Ол қандай қателік? Ненің себебі? Қандай себеп болса да, ол мына қазақтың тағдырына осындай кері әсер етті. Содан кейін Тұрар Рысқұлов үлкен тұлға, оны осы уақытқа дейін мен өзім жеке қолдап, осы фильмінің тұсаукесерін жасатқызып республика бойынша ескерткіш қоюға септігіміз тиіп, ұлы тұлға ғой қазақтың деп. Бірақ шынына келгенде тарихи архивтерді қараса, Тұрар Рысқұловтың бірнеше жыл бойы жазған хаттары орталық комитетке, Москваға. Осылай алашордалықтар ол елдің жауы, тағы басқа деген сияқты. Басында оны қарамайды. Сосын ана хат келе бергесін Сталин тапсырма береді. Мынаны тексеріңдер, не болды, не нәрсе дейді. Содан келіп тексергенде жаңағы нелердің бәрі шығар. Алашордалықтардың
шықсын шықпасын оларға себеп керек қой. Ішінен жазып отыр қазақтар бірінің үстіне бірі. Сәкен Сайф өлеңде кеткенше осы алашордалықтармен соғысып кетті. Енді ол бір жағынан жаңағы идеялық күрес болуы мүмкін. Енді Совет үкіметіне қатты сеніп, мысалы, Қасым Аманжолов та жазады ғой, советтік менің өз елім деп. Ол енді жақсылығы да болған болар. Совет үкіметінің болды ғой енді. Алашордалықтар да 15-20 жылдай қызмет етті сол Совет үкіметіне. Ахмет Байтұрсынов бастаған бұрынғы алашордалықтар. Енді бұл жерде қазақтың бірлігі болмады, бірінші. Оның ішінде алашордалықтардың ішінде бірлік болмады. Олар 6-ға бөлініп кетті. Шығыс деп, батыс деп, оңтүстік деп. Батыстағы мысалы Жымпитыдағы Халел мен Жаһанша ашқан батыс бөлігі алашорданың 4 күн тұрды. Одан қиратып кетті оларды. Атып бәрін пирамид жасады денелеріне. Осындай жағдайлар болды. Енді тап сол кезде мына бірліктің болмауы ғой. Шоқай мен Мұстафа Шоқай. Анау біздің инженер тарихшы. Екеуі Қоқанта бар Түркістан Республикасын құрады. Ол 52 күн тұрды, содан кейін оны да большевиктер қиратты. Әскері жоқ, қорғанатын ештеңесі жоқ. Жай тек декларация ғой. Осындай жағдай. Бұның негізгі себебі, яғни қазақ зиялыларының басында бірліктің болмауы. Мәселе тек алашорда емес. Жаңа Рысқұлов бір бөлек, оның ана Қожановпен соғысқандары екеуіден оңтүстік өңірден ғой. Қожанов бір ауданға бір басшы қойса, соны Москвадан отырып Тұрар Рысқұловтың мынаны құртыңдар, ол Қожановтың сондай бірлік болмады. Негізгі мәселе қазақта бірлік болмады. Содан келді біз осындай трагедияға ұшырадық. Оның негізгі әр жағы неде тұрады? Жерлестік, екінші жүзге бөліну, руға бөліну. Содан келді міне осындай жағдайға ұшырадық. Енді кәдімгі тәуелсіздік құрып жатырмыз ғой. Осы кемшіліктер бізге сабақ болу керек. Мысалы, өз президентің бар, ол қазаққа қызмет ете ме түгел? Әлде өзінің ұру тайпасына қызмет ете ме? 30 жыл болды әне бір президент. Не болды? Осының бәрінен сабақ алуымыз керек. Ұлт болып қалыптасуымыз керек. Егер бір тұтас ұлт болып қалыптаса алмасақ, онда біздер сол алашордалықтардың басқан тырнауышын әлі талай басамыз. Әлі талай маңдайымыздан оның сабы келіп ұрады. Басқа емес, алыстан келмейді. Міне өзіміздің ішімізде мәселе. Осыған көңіл бөлу керек. Көңіл бөлу емес, сол үшін күресу керек. Енді қазір анау ұруды білу, ол жеті атаны біліп, анау ұл қыздары басқаға үйленгенде пәлен түген деген мылжың сөздер, надандардың сөздерін қою керек интернет заманында. Сосын мына біздің жастар Facebook, осы Инстаграмыда бір сондайлар шығады. Мен пәленбай, атым пәленбай, мына облыстамын, мысалы адаймын дейді, немесе біреу дулатпын, біреу арғынмын дейді. Кім қайдан дос болайық, танысайық деп. 2-3 мың, 4-5 мың адамға дейін жастар біздің, трайбалистер, аурулар олар. Мені көрдіңдер ме? Олардың өзде. Жастарды улап отырмыз. Осыдан құтылу керек. Ұлт болып қалыптаспаса, онда мемлекет те қалыптаспайды. Мемлекет дұрыс қалыптаспаса, ол ыдырайды деген сөз. Сондықтан осы мәселеге тайлы тұяғымыз қалмай, бір жағадан бас,
бір жеңнен қол шығарып кірісуіміз керек. Басқа қазақта жол жоқ. Әне, бәрімізге аяулы деп осы алашордашыларды айтамыз ғой. Тірліктерін қараңдар. Сол кездегі зиялылар басқа. Анау Төреқұлов пен Сәкеннің айтысы, дипломат. Тағы басқа. Бәрін қырып салып болды, жоқ. Оларды білмеймін, енді о дүниеде бастары қосылды ма, қосылмады ма? О дүниеде бастары қосылған жоқ. Сондықтан оларға қазақ та ерген жоқ. Енді анау большевиктер, Ленин, потом одан кейін Сталин бастаған жаңағыдай тірліктер жасады. Түркінің тарихын зерттеуде түгел тыйым салып, жер аттарын анау 44-ші жылы Қырымнан бастап Каспийге дейін бүкіл 130-дан астам елді мекендердің аттарын түгел өзгерткізді. Көрдіңіздер ме? Мәселе қайда жатыр? Біз өзіміз соған жол ашып бердік. Өзімізді өзіміз құртып, қызғанып бір-бірімізден. Жанымыз шығып отыр. Қазаққа болмасын деп. Соның зардабын әлі шегіп жатырмыз. Сондықтан ол кез келген рушыл адам, жүзшіл адам, тайпашыл адам, ол коррупцияның негізі Қазақстанда осы ұрылық жүйенің арқасында отыр, ұсталып. Ол мемлекеттің жаулары, олардың бәрі. Бірі өздерін данышпан біздер, немесе мына ұрудың көсемдері болып отқандар. Ол біріншіден қазақтың жаулары, екіншіден Қазақстанның жаулары. Ол жазушы бола ма, ғалым бола ма өздерінше. Бірақ елдің жаулары, солай қараңдар. Басқа болмайды. Қазақты бөлетіндердің бәрі қазақтың жауы. Осылай деуіміз керек. Енді оны түсінетін кез келді. Түсінбесек, сол баяғы қамыт, құлдық қамытты мойынға ілуге дайындалу деген сөз. Бұрынғыша жүре берсек. Сондықтан тәуелсіздік деген сөз, азаттық. Азат болу үшін күресу керек. Бірлік керек ағайын. Жақсы күндерді қарсылайық. Жақсы атқан таңдар. Елдің болашағын ойлайық. Әр қайсымыз мына өмір сүріп жүргенде барлығы осының ұлттық идея, мемлекеттік идеология, атамекен үшін, жер үшін, ана тіл үшін күрес. Әр күн күрес болу керек. Сонда ғана ел боламыз. Рахмет.